жалпы байқайсыздар ма осы экстремистік террористік әрекеттер, топтар осыған Берік мырза жастарды көбірек шақыратын сияқты да? Не себеп олар жастармен жұмыс істегісі келеді? Орта жастағы емес, қариялар емес. Ол заңдылық қой. Өйткені жас адам ең бірінші бұл бұғанасы бекінбеген, және де өзінің жеке ойы болса да әлі тұрақты емес. Демек, бұл жас шыбық сияқты, шыбықты қалай қарай бұрсаң солай кете беретін сияқты, бұл жастарды қай идеологиямен тәрбиелеп алып кетсең, солай кететін адамдар. Яғни дайын әскерді. Сондықтан да бұл жастарды тартудағы мақсат осы жастардың санасын тура өздерінікіндей етіп тәрбиелеп, оларды қолдан келгенше осы уыстарынан шығармай, барынша сол өздерінің идеологиясын ары қарай дамытатын бір әскер тәрбиелеу ғой. Бірақ мен ойлаймын, ертең бұйыртса біздің де осы жастарымыздың арасынан сол алаш азаматтар секілді Міржақып Дулатов, Ахмет Байтұрсын, Әлихан Бөкейхан сияқты сондай бір азаматтар туылды, және де солар ертең өсіп жетілгенде біз бұл проблеманы ертең ұмытамыз деп ойлаймын. Өйткені қазақтың қанында бұл жеті атаның ары қарай қыз алыспау деген сол тәртіп сақталған себепті бізде ДНК-мызға шейін былайша айтқан кезде барлық әлем қызығатындай бір сондай бір киелілік бар, қасиеттілік бар. Ал ол қасиеттілік әлбетте түптің түбінде өзінің жемісін береді ғой. Біздің қазақилығымыз сол баяғы Орхон Енисей дейміз ғой. Сол Орхон Енисейден ары қарай жатады. Демек, ол кеше ғана бір 500-600 жылдың жемісі емес. Біздің ДНК-мыздың құрамындағы барлық сол қасиеттілік ол мыңдаған жылдар бойы қалыптасқан бұл сондай бір процесс. Ал енді сол процесске біз қазір мына бір 90-70 жылдың ішінде бір кішкене бір өзгеріс енгіземіз деген адамдардың өздері бұл қателесіп жатыр да. Неге? Өйткені біз сол кездің өзінде рухани кеңістігіміз бір болды ғой. Исламның ішінде Абу Ханифа. Басқа ешқандай кеңістік болған жоқ бізде. Ал енді соның өзін бұзып, жарып, қазір қосымша тағы да басқа бір нәрселерді қоспақшы да. Яғни ол үлкен бір апат қой. Бір мемлекетте отырып, біз бір жерде отырып шай ішемасақ, мысалға, үлкен апат. Мен естігем, өзім куә болдым. Бір семьяда екі ағайынды өзінің әкесінің жаназасында бір сөзге келмей, анаусы жаназасын қазір шығарамыз дейді, екіншісі имамдар шығарады деп екіге айырылды. Бір үйдің баласы әкесінің жаназасында сөйтіп таласып отыр. Үлкен масқара ғой. Яғни осындай нәрсені біз енді алдын алу үшін не істеуіміз керек? Жаңа Айбек бауырымыз айтқандай, оңалтумен ғана айналсамыз, басқа жол жоқ та.